Достар, енді продаждан тез алып тастаудың жолына көрсететін болам товарды. Мысалға, сізде 50-ден асқан товарлар, 40-тан асқан, 100-ден асқан көбейген уақытты іздеп отырмайсыз товарды продаждан алып тастау үшін. Например, кейбір кездер ұмытып кетесің, ұмытып кеткен кезде жоқ товарды продаждан алып тастауды. Заказ келіп қалады, содан кейін біліп қаласың. Міне, мынандай жағдай. Мына товар заказ келіп қалған, оказывается, ол бітіп қалған уже, бірақ заказ келіп тұр. Бүйтіп қарасаңыз уже міне. Енді не істейміз? Мынаны атына копировать етіп аламыз. Резко. Копировать етіп алдық, достар, мынаны. Товардың атыны мына. Название в Каспий магазине деген. Копировать етіп алғаннан соң товарға өтеміз, достар. Товарға өткен кезде мына жерде артикул товар поиск деп тұрып па, сол жерге вставить етеміз. Енді поиск беріп іздейміз. Біздерде жоғалып қалған товарды. Міне, бірден шыға келді. Осыған галочка қоямыз да, достар, галочка қойып, снять продажды басамыз. Снять продажды басамыз. Болды. Міне. Міне, мына жерде мынандай айланып қалады. Загрузканың иконкасы тұрып қалады. Болды. Бұл где-то бір жарты сағаттың ішінде уже алынып тасталынады продаждан, достар. Тез алудың жолы. Телефоннан да осылай мына жерге поиск беріп, резко іздеп, продаждан алып тастаудың ең оңай жолы, достар, осы. Түсінікті болды деген үміттемін. Мысалға, ұмытып қалған кездері осы видео сабақты қарай салсаңыздар, резко тауып аласыздар. Достар, жақсы, түсінікті болды деген үміттемін. Видео сабақты тамамдаймын.